Қайратымыз чемпион боп, ақталды ғой бар еңбек, шетелден кеп төреші әділдігін дәлелдеп. Осы шешім оң болды, түсіндірсем мәнерлеп, бізден болса сол қазы оңай бұра салар мед. Қайрат емес ол кезде басқа біреу алар мед, офсайдтың кім білет, бір сериясы болар мед. Эх, жаным Гүлайна, дәл осындай күн қайда, үсті-үсіп ән салсам, ағайынға ұнайма, айту керек мұндайда. Италиялық төреші жақтаспайды досыңдай, звондайды деп біреулер қорықпайда шошынбай. Ал отандық мамандар айтар болсам жасырмай, ең маңызды матчтарда қалып қоят қосылмай. Оларға да обал ғой, қорқытамыз тосылмай, амалғанша ағайын біздің футбол осындай. Эх, жаным Гүлайна, дәл осындай күн қайда, шырылдатсам шындықты ағайынға ұнайма, айту керек мұндайда. 30 жылдың ішінде 3 стадион саламыз, дәл мынандай қарқынмен қатты дамып барамыз. Академия салмасақ, қайдан шықсын баламыз, ұят болдау елденде деп жүргенде шабамыз. Сәл шыдаңдар ағайын, әлі топты жарамыз, әлем чемпионатына 100 жылдан соң барамыз. Эх, жаным Гүлайна, дәл осындай күн қайда, үстіп-үстіп ән салсам, ағайынға ұнайма, айту керек мұндайда. Көтерем деп футболды бас көздемей басасың, академия салғанша шеттен біреу қосасың. Соны салар ақшаны легионерге шашасың, ұстап тұрған футболды легионерлер жасасын. Эх, жаным Гүлайна, дәл осындай күн қайда, шырылдатсам шындықты ағайынға ұнайма, айту керек мұндайда.